Деле сізді Инстаграмға план жазу үшін бізге бірінші OV программасына кіріп, плюсикті басып, производственный планды таңдап, соның ішіне кіреміз таңдап, яғни графисті басып, ең бірінші тұрған осыны басамыз да, сосын төменге түсіп домалақты таңдап аламыз. Осыны сосын ақ түске келтіреміз. Одан кейін галочканы басып, сақтап аламыз. Одан кейін біз Инстаграмға кіреміз. Сторис бөліміне кіріп, любой бір картинка нені қойыстағыны жаңағы бір осындай iPhone неден таңдап аламыз. Осылай жаңағы біз OV-мен дайындаған домалақты осылай қойып, жифкемен любой нәрсені жазамыз. Мысалы, завтрак, прогулка, макияж деген сияқты әрқайсысын жазамыз. Яғни домалақтың ортасына қоямыз. Сосын төбесіне мысалға салонға бару немесе сондай бір пландар жазып қоямыз. Прогулка деген сияқты жазып қоямыз да, реттеп орнына қоямыз. Мына жерде наклейка тұр, сол жерден кіріп, астына қарай түссеңіз, галереяңыз шығады, сол жерден домалақ таңдап аласыз. Сосын бүгінгі күнге жоспар деп жоғарысына төменіне әдемілеп жазамыз, солай сақтап аламыз. Және ақтың ішіне, домалақтың ішіне де аздап текст жазып қоюға болады. Осылай сақтап алыңыз.